Қайырлы күн барша смарт команда, қалдарыңыз қалай? Баршаларыңызға қайырлы күн. Бізде Қытайға тапсырыс уже басталып кетті. Алла қаласа осы айдың 20-25-тері, яғни бірінші поток келетін болады. Және де баршаларыңызға ескере кететін біраз жайттар бар. Заказдарыңызды эксперттерге жібермес бұрын міндетті түрде тексеріп алыңыздар. Бір күн тексересіз ба, 3 күн ба, бір апта ма тексеріп алыңыздар. Өйткені ол тауарлар ертең күні сіз әкеліп өзіңіз сатасыз. Сондықтан өзіңіз пайдасын көресіз. Сондықтан міндетті түрде бірінші фильтр сізсіздер. Барынша өзіңізге керекті тауарларды тауып, арғай заказдарыңызды іріктеңіздер. Одан арғай экспертке жіберіңіздер. Өйткені эксперттерде ондай уақыт жоқ, баршаларыңызды тауарларыңызды бір күн болмаса 2 күн қарайтын. Небәрі ары кетсе 15-20 минут қарайды, арғай заказдарыңызды қабылдайды. Сондықтан барынша өздеріңізге керекті тауарды, сапасын анықтап алыңыздар, зауыттың сенімділігін анықтап болғаннан кейін жіберіңіздер. Бұл бірінші жағдай. Екінші, кейбір заттарды алдыруға тиімсіз. Мысал айтқан кезде құны өте төмен және де салмағы жоғары тауарлар, бұл яғни тасымал ақысы өзінің бағасын еселеп кетеді. Ондай тауарлар көп объемда және баяу доставкамен алдырғанда ғана тиімді болады. Ал аз алдырған жағдайда ол тиімсіз. Нарықтағы бағадан да асып кетуі мүмкін. Сондықтан ескере кетіңіздер. Барынша құны жоғары, салмағы жеңіл заттар болса, сізге көбірек маржа қалады. Осыны ескеріп кетіңіздер. Үшінші, бізде шағылатын заттар. Шағылатын заттарды тапсырыс берген кезде міндетті түрде экспертпен ақылдасыңыздар. Өйткені сіздің шағылатын заттарыңыз объемға толғанға ғана, яғни Қытайдағы зауыттар ағаш коробка ордырлады. Сонда ғана тауарыңыз шағылмай келеді. Сондаған кезінде біз жауап береміз. Ал егерде сіз шағылатын заттардан өте кішкене ғана алдыратын болсаңыз, оның сыртына ағаш коробка ордыруға келмейді. Сондықтан да ол шағылып та келуі мүмкін. Сондықтан бұны ескере кетулеріңіз керек. Өйткені ертең күні екі арада мәселе туындамас, түсінбестік туындамас үшін бұл мәселелерді ескере кетіңіздер. Әрине, бұл жерде мүмкіндік өте көп. Араларыңызда станок алдырып жатқандарыңыз да бар. Және де әртүрлі аппараттар алдырып жатқандарыңыз да бар. Нақты эксперттерге жіберген кезде өздеріңізге нақты не керек екенін анықтап алыңыздар. Аппарат қандай аппарат? Фотолары, сілтемелерін дайындап жіберіңіздер. Және де ескеретін бұйымдары болатын болса, экспертке хабарласып, зауытпен сөйлестіріп, одан арғай заказ бересіздер. Сондықтан баршаларыңыз істеріңізге сәттілік, өйткені уже жұмыс басталып жатыр. Енді бір Қытаймен бизнестің бір тиімді кезеңі келіп жетті. Сондықтан баршаларыңыз әрекет етіңіздер. Бұл жерде алынан бері бір тиімсіз кезеңі болды, баға қымбаттады, тағы басқа деген сияқты. Қазір уақытта нарықта да қарап отырсаңыздар, оптым баға 20%-ға көтерілді. Өйткені кейінгі келген тауарлардың барлығы қымбатқа келді, ал бұрынғы тауарлардың барлығы сатылу үстінде, уже сатылып та болып қалды. Ендігі тауарлардың барлығы 20%-ға көтерілді. Оғанда да Қытайдан алдырған тиімді сіздер үшін. Енді тасымал уақыты мен тасымал ақы жағы қазір уақытта осы айдың 15-20-лары реттелді үстінде әлі. О жағын барынша сіздерге тиімді қылып жасап беретін боламыз. Барынша жылдам әкелуге, аман есен жеткізуге біз жауап береміз. Сондықтан біз сіздермен әрқашан біргеміз, қиыншылықтарда бірге болдық. Алда болашақта нәтижесін көретін кезде де сіздермен біргеміз. Барша смарт команда істеріңізге сәттілік, істеп жатқан істерімізге берекесін берсін. Тек қана баршаларымыз әрекет етейік.